Сәлем достар, бүгінгі видеода біз қан қысымының неге көтерілетіні жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар, парақшамызға тіркеліп алыңыздар. Қан қысымы неге көтеріледі? Қан қысымының көтерілуіне үш нәрсе себеп болады. Бірінші, қан тамырларының қабырғалары, екінші, қан тамырларының ішіндегі ағып жүрген қанның мөлшері, үшінші, жүректің соғу жиілігі. Қалыпты жағдайда жүрек белгілі көлемді тамырға лақтырады. Осыдан қан қысымы түзіледі. Егер жүрек қанды көбірек және жиірек лақтыратын болса, онда қан қысымы көтеріледі. Қан қысымы көтерілгенде ең бірінші жүрек зардап шегеді. Жүректен кейін бүйректің тамырлары, мидың тамырлары, көздің нұрлы қабаты зардап шегеді. Егер қан қысымын дер кезінде алдын алып түсіре алмасаңыз, осы төрт органның зақымдалуы болады. Егер ағза өзіне қажетті мөлшерде күнделікті суды қабылдамаса, қан қоюлана бастайды. Ол жүректің жұмысын ауырлатып, нәтижесінде қан қысымы жоғарылайды. Қан қысымы көтерілуінің белгілері: бас ауруы, бас айналуы, құлақтың шуылдауы, құлақ пен беттің қызаруы, жүректің жиі соғуы, аяқ пен қолдың ісінуі, жүрек айну. 120-80 мм сынап бағына қалыпты деңгей болып табылады. 120 мен 130-ың аралығы бірінші қауіпті білдіреді. Бірінші қауіп 30-35-40 жастан асқан кезде бірінші қауіп болуы мүмкін. Бұған адамдар мән бермесе, екінші қауіпқа өтеді. Екінші қауіп 130 пен 140-тың арасы. Бұл қауіпке де адам мән бермейтін болса, 140-тан ары қарай асып кетеді. Бұл жерде 3-ші дәрежелі, 2-ші дәрежелі гипертония қойылады. Қан қысымы көтерілгенде ең бірінші желке ауырады. Одан кейін жүрек қаға бастайды. Желке не үшін ауырады? Церебральды тамырлар миды қанмен қамтамасыз ететін тамырлар. Олар жүректен шығады да миға қан алып барады. Сол қабырғалар қысым көтерілген кезде мидың ішіндегі давленияда қысым өсіп, адам ең бірінші адамның желкесі ауырады. Қан қысымын тұрақты болу үшін тағамдағы тұз мөлшерін азайту, күніне 30 минут бойы дене жаттығуларын жасау, артық салмақтан арылу, майлы тағамдарды қантты азайтып, рационға көкөніс пен жеміс-жидек, балық етін қосу керек. Қан қысымы жоғары адамдардың үйінде міндетті түрде тонометр болуы керек. Қан қысымы мазаламаса да жылына бір рет жалпы скринингтен өтіп тұру қажет. Қан қысымын түсіретін дәріні бірден үлкен дозада ішуге болмайды. Дәрігер тағайындаған антигипертензивті препараттарды үнемі қабылдаңыз. Дәрігер тағайындаған препараттарды өзіңізді жақсы сезінсеңіз де күнделікті ішу керек.